Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда өте дәмді роза манты әзірлейміз. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын илейміз. Кәдімгі манты немесе пельменнің қамырына илеген тәріздес. Бір жұмыртқа және тұзды сумен жақсылап қамыр илейміз. Қамырды екі бөлікке бөліп, салафанмен бетін жауып, тындырып қоямыз. Фаршын дайындаймыз. Бір пияз ұсақтап турап алды, қара бұрыш, паприка және тұзды қосып жақсылап араластырамыз. Мантыға жайған тәріздес қамыр жайып аламыз. Және мынадай дөңгелек стакан немесе арнайы кескіш формамен дөңгелек кесіп аламыз. 5 дөңгелек қамырды бір-біріне біріктіріп, үстіне фаршты салып, орап шығамыз. Оралған мантымызды ортасынан теңдей етіп пышақпен кесеміз. Осылай шеттерін розаның гүлі тәріздес ашып қоямыз қамырды. Табаға сұйық майымызды құйып аламыз. Пияз, сәбіз, баклажан және бұрышты осылай турап алып, жақсылап қуырамыз. Тұз, қара бұрыш себеміз. Бір ас қасық томат пастасын қосып араластырамыз. Бір стакан қайнаған ыстық суымызды құямыз. Розаларымызды табаға тізіп шығамыз. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі сондай керемет, ерекше манты, әрі тез дайындалады. Қақпағын жауып, баяу отта 30 минут бұқтырамыз. Тағамыз дайын болды, өте дәмді болды. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.